Қазымыр шегі. Осы үйдің тірлігіне өмірі көңіл толмайтын бір адам бар. Ол мына шаңырақтың қазіргі иесі Тоқабай. 6 мүшелден аман өтіп, 7-ші мүшелге кетіп барады. Құжаттағы жасы 70-тің бесеуінде. Бұрын Дырдай ауданның кәсіподақ комитетінің төрағасы болған. Қазір зейнеткерлікте 45 жыл отасқан әйелі Балшекей 3 жыл бұрын бірақ апта ауырды да қайтыс болды. Балшекейдің жылына жетер-жетпесте Тоқабай орталық базарда сауда-саттығы жүріп тұрған бутигі бар. Өзінен көп жас кіші әйелімен махаббаты керемет болып үйленемін деді. Жалғыз ұлы мен келіні тіпті қарсы болған жоқ. Үйленді. Жас әйелдің 3 бөлмелі үйінде бірге тұрам деді. Тұрды, бірақ бұл махаббаттары ұзаққа бармады. 7-8 айдан кейін үйге қайра келді. Міне енді Тоқабай үйге келгелі бері жалғыз ұлы Сейітке де келіні Разияға да істеген істерінен мін шығарып теспесе отыра алмайтын әдетті шығарды. Тіпті мектептен келіп жатқан, мектепке кетіп бара жатқан 1-ші сынып оқитын немерелерін бауырына тартып аталық мейірім көрсетудің орнына ойын балаларының жүріс-тұрысынан сөкеттік тауып бастарын тарамыс саусағымен бір нұқып қалмаса көңілі тыншымайды. «Эй, картошка мұрын!» Бұл үлкен немересі Еламанға қойған аты. Дейді айқайлап Еламанға. «Мына сөмкеңден жыртқансың ба? Жылдың аяғына дейін жеткізбей далдалын шығаратын түрін бар ғой. Әкенің ақшасы көп пе? Алып беретін. Жоқ, шешенің ақшасы көп пе? Миллионердің баласысың ба? Едіңдер, әй түкі, әй, қысық көз!» Бұл немересі Жоламанға қойған аты. «Бәтеңкенің бауы тағы үзілген бе? Неғып ана жүріп салақтап тұр? Екеуінен онған бала шықса, көзім шықсын. Мына телевизор неғып істемей тұр? Қайсысын бұзыңдар? Ту, папа, не болған сізге? Сөмкеде жыртылған жоқ, бәтеңкенің бауы да үзілген жоқ. Өзіңізге пультті жөндеп қоспағансыз. Телевизор істеп тұр. Осы сөйлемен теспей жай отыра алмайсыз ба?» деп ұлы Сейтек әкесіне мұрнын астына міңгірлегендей болды. Қатты айта алмайды, өйткені жастайынан ашса алақанда, жұмса жұдырығында ұстап үстемдік жүргізген әкенің әлі де баласына мысы басым. Бұрын шешем барда үндемеуші едің, енді бір нәрсе деп сөз сөйлейтінді шығарып келесің ғой, байқаймын, сенің үйретушің қасында. Жақсы-ау, Бұл сөзі келіні Разияның тұспалдағаны. «Ой, папа, қойшы енді. Ешкімге теспей жайымен отыруға болмай ма сізге? Жұмыстан келгенде бұлай демалайын десек, құлаққа тыныштық бермейтін болдыңыз ғой өзіңіз, тух!» дейді де Сейтек орнынан амалсыз тұрып кетеді. Келіні мұның бәрін қатты жыны келіп тұрса да үндемеуге тырысады. «Ендеше мені ана қарттар үйіне апарып тастаңдар, бәріне де қолайлы». «Папа, ешкім сізді қарттар үйіне апармайды, қайдағын айтып отырсыз», дейді Разия енді үн қатып, кесе аяғын жиыстырып жатып, ішінен тағы: «Енемнің орны осы шал кете керек еді, жақсқан қырсық». Разия атасын келген күнен жек көреді. Нағыз қарабақай, есепшіл, ұсақ адам. Өйткені Сейтек екеуінің тойы өтіп, адам аяғының абыр-сабыры басылдау деген күннің ертеңіне атасының енесіне тойдан түскен ақшаны қайда құрттың деп қатты айқайлап ұрысып жатқан естіді. Бір үйде тұрып естімеу мүмкін де емес болатын. «Тойға жиналған ақшаны неге балдарға бердің? Олар басқа жақта тұрып жатқан жоқ қой. Осы үйде тұрып жатыр. Олар өздерінің тойын өздер жасап па? Оларға не керек ақша? Мен болсам осы той үшін қанша ақша шашқанымды білесің бе? Басында көк миы жоқ мақау қатынсың сен. Жай тыныш, жай. Жаңа түскен келін естісе ят. Енді байқап сөйлеуге тырыс. Үйде келін бар.
Жаңа үй болып жатқан отбасылар қалған нәрсесін аласын да өздері жаратсын, өздерінің тойынан түскен қаражаттарын іштен шыққан балаға бір той жасап беру ата-ананың парызы емес пе? Оған неменеге есеп қисап жасап жатырсың? Екеу бақытты болсын десейші онда да. Артында келер түгі жоқ тас жетімге үйленді. Ана Дайрабайдың қызын ал деп айтқанымда болды ма? Ата-ана нәлет шірік. Сен даусыңды көтермей сөйлесші. Енді келіннің көзінше балаға да маған да бұрынғыдай айқайлап сөйлесімді қой. Ят болады. Сен мені қайта тәрбиелейтін деп отырсың ба? Сонда мен сенің тәрбиеңе жүреді деп ойлайсың ба? Үстел үстіндегі графинді ме, жоқ гүл салатын вазаны ма бір нәрсені Балшекеге лақтырған. Ол қабырғаға соғылған. Салдыр-гүлдір шыққан дауысқа Разия бұдан әрі еріксіз араласып және өзін тас жетім деп кеміскені іштен булығып, ой, какой ужас деп жетіп барып, сынған нәрселердің бәрін жинап, енесін жұбатпаққа бөлмеге кірсе, енесі көзі көсір болып жылап отыр екен. Сонда да болса сыр алдырғысы келмей, кешір айналайын, кешір. Бара бер, алаң болма. Әрі адам өзінің кім екенін өзі өстіп көрсетіп қалады, бара бер, деді. Міне сол көріністен кейін атасына іші мүлде жібімей қойды. Сейтек де әкесіне ұқсап, осындай болса қайтемін деген басында ой жүрді. Содан кейін күн артына күн өтті, жыл артына жыл өтті. Бәрібір атасы Тоқабай сол өзінің өркөкірек өзімшіл мінезінде қалды. Талай рет енесін ренжітті. Екі баланың дырдай әкесі болды-ау деп ойламай, Сейтекке де дөрекі қалыппен жекіруді тоқтатқан жоқ. Разияның қуанатыны күйеуінің мінезі әкесіне керіғар, ұқсамайды, анасы сияқты. Енесі Балшеке үйдің атмосферасын түзетіп отыратын термометр сынды мінезімен бәрінің де тігесін жатқызып, еш нәрсені сыртқа білдірмейді. Разияның да қызындай аялап бар тәрбиесін үйретті. Өлерінен аз ғана күн бұрын келіні Разияға, айналайын Разия, алдында әлі талай күндер болар. Бірақ мына атана бола ренжіп, Сейтек екеуін бөлініп кетіп қалмаңдар. Ортада алтындай ұлдарың бар. Мен ана жаққа кенеттен кетіп қала қойсам, сендердің бастарың быт-шыт болмасын. Осы шаңырақты сақта қызым, мен саған сенемін, күнім, сабырлы бол. Не нәрсеге де анау-мынау сөзін құлаққа ілмеуге тырыс. Тоқабайдың дегені. Разия салса, атасымен бір шаңырақ астында бір күн түгілі бір сағат тұрғысы жоқ. Күйеуі Сейтек әкесімен ең жарқын сөйлесіп, не бір нәрсені ақылдасып шеліскенін Разия осы үйге келгелі көрген емес. Атасы немерелер Еламан мен Жоламанды қасына алып, ол да сөйлеспейді. Тіпті жас балалардың осы үйде болғанын қаламайды. Тыныштықпен өзі отырса болғаны. Разия бір шағын мекемеде кіші есепші қызметін атқаратын. Жылдың аяғы қорытындыланатын кез желтоқсан айында есепшілердің жұмысы қатты болып кетеді. Және осы желтоқсанда солтүстік облыстарда ауа райы бұзылып, температурасы күрт төмендеп, мектепке бастауыш сыныптардың сабақтары уақытша тоқтатылады. Екі ауысымда екі бөлек оқитын Сейтектің ұлдарының бір үйде бастары сыймай бір-бірімен шуылдасып қалатыны бар. Мұндайда үйде әке-шешесі болса еш нәрсе емес, атасы болса немерелерін аямайды. Не айқайлап ұрсады, не болмаса екі кішкентайдың бастарын бір-біріне соғады. Балаларды жазалау әдісі әртүрлі. Осындай желтоқсан айында Разияның жұмысы қат болып, балаларда ауа райының салдарынан мектепке бармайтын болды. Разия ұлдарын шақырып алып қатты тапсырды. Екеуін бүгін тыныш жүріңдер. Бір-бірімен ұрысып, керілдеспеңдер. Шу шығармаңдар, атаның мазасын алмаңдар.
түсте папан келіп сендерге тамақ береді. Одан соң шуылдаспай, бір-бірімен ерегіспей, сабақтарыңды қайталап тыныш отырыңдар деп. Я мама деп ауа райының суықтығынан сабаққа бармағанына қуанған балалар уәделерін беріп үйде қалады. Баланың балалығы болмай тұрмайды. Ақыры тетелес екі бала бір нәрсеге шешісіп қалып, кіші ұлы Жоламанның жылаған даусын қаттырақ шығып кетеді. Бұл дауыс мына жақта газеттен көзін алмай отырған Тоқабай жүйкесінен ине боп шаншылады. Қабағынан қар жауған қарт балалар отырған бөлмеге жетіп келеді. Сендердей кезімізде далада мал қораның астын тазалап, суыққа қарамай жұмыс істейтінбіз, әке-шешемізге көмектесетінбіз. Бір жейтін қара нанға зар қылып қойса тұрғанда көрер едіңдер. Мұғалімнің де оқу бөлімінде отырған ана бастықтардың бастары істемейді. Күн суық деп балаларды жалқаулыққа үйретіп сабақ оқытпай отырған. Кәне, түсіңдер алдыма. Жол үйде отырып жынданғандарыңды көрейін екеуінің деп, екі ұлды әкеліп азынап тұрған балконға шығарып, есігін іштен тарс жабады. Дала болса 40 градус аяз, балкон терезесі жабық, болғанымен 30 градус суық. Екі ұлы жейделерімен жалаң аяқ кие салған тәпішкелерімен қатты тонып дірілдейді, тістеріне тимей сақылдайды. Ата, біз тондық, есікті ашыңызшы деп терезенің тарсылдатады. Тоқабай ашпайды. Бір сағат өтті не өтпеді, кездейсоқ жұмыстан келген Сейтек балконда қамалып тұрған балаларын көріп, жаны шығып кете жаздайды. Папа, ты с ума сошел? На улице такой мороз, это уже, слишком, это уже передель деп тұңғыш рет әкесіне дауыс көтере айқайлап ұлдарын үйге кіргізеді. Сол күні кешке ұлдардың екеуінің де ыстығы көтеріліп, жедел жәрдеммен шұғыл ауруханаға жатқызылады. Өкпелерінің екі жағынан да қатты суық тиген. Ұлдардың бірінші күнгі халдері аса қауіпті, нашар болды. Тыныстары тарылып, әрең дем алды. Екі ұлдан бірдей айырылып қаламыз ба деп Разия да Сейтек те жандары шыға жаздады. Дәргерден рұқсат алып, екеуі де екі ұлының қасында отырып, таң атқанша көз ілмеді. Сейтек те ер баласымен ағыл-тегіл жылап отырды. Әкесінің сыртынан почему он такой, злой, жестокий дей береді, басын шайқап. Балапандарының саусақтарын кезек-кезек сүйіп, Разияның ашуында шек жоқ. Осыдан екі балам аман қалса, сен шалдан өшімді аламын. Мен Балшеке емеспін, мен Сейтек емеспін, қорқатын, деп іштей кіжінумен болды. Қазір үйге бара сала ана мейірімсіз шалды қатты қылғындырып өлтіргісі келді. Бірақ мына балалардың қасынан шыға алмай, ішінен шамалы шыдайын, бәрібір мені оны өлтірем бір күні, деді өзінен өзі. Аурудың алғашқы қауіпті кезеңі өтіп, балалар 3 күннен соң бастарын көтерді. Бір айдан аса ауруханада жатып, Еламан мен Жоламан үйге шығарылды. Ешкімге басын иіп көрмеген қарт осы жолы өзінің кінәсін анық түсініп, немерелеріне келді. Сендер мені, мына жаман аталарыңды кешіріңдер. Балапандар, мен айыптымын, қатты өкіндім сол күнгі ісіме. Сендер қанша күн ауруханада болдыңдар, сонша күн өзімді жерлеумен болдым. Сендер де кеше аласыңдар, кешіріңдер мені, деді. Тоқабай Сейтек пен келіне қарап, қатты көңілі қалғандықтан, ұлы да келіні де еш нәрсе демеді. Тоқабайдан байқалғаны көзі кіртиіп, жағы қуарып жүдеп қалыпты. Жоғарыдағы жаратушы Тәңір өзі бәрін көріп тұрған соң, Тоқабайға өзі жаза берген болар. Тоқабай сол күннен кейін диваннан тұрмай, телевизор көрмей, газет оқымай, ас үйге келіп тамақ ішпей жататын болды. Сейтек мүлде тіпті әкесімен сөйлеспеді. Тоқабай қарт бір күні жедел жәрдемді өзі шақырды өзіне. Олар іле-шала келді. Қан қысымыңыз жоғары болып тұр, жүрегіңіз қатты соғып тұр, деп ине салды. Сізге толықтай тексерілу керек. Әзірге мына дәріні іше тұрыңыз.
бір таблетканы тастады. Мынаны сатып алып, одан әрі ішіңіз деп рецептіні жазып қалдырды. Учаскелік дәрігерге қарауылуды қайта тапсырды. Өзімшіл қырсық шал учаскелік дәрігерге барудан бас тартты. Білемен оларды. Үйту керек, бүйту керек деп ақшаны сорып алғысы келеді де тұрады. Мына рецептінің дәрісін ішемін де жатамын деп. Баласы Сейтекке жедел жәрдем дәрігерлерінің қалдырған қағазын берді. Сейтек ол дәріні әкеліп берді. Келіні Разияның өзіне салқын екенін Тоқабай білді. Мүмкіндігінше Разиядан көмек сұрауға тырыспады. Тек Сейтек кешке жұмыстан келгенде ғана іште шыққан ұл ғой дейтіні шығар. Содан қан қысымын өлшеп беруді, кейде су беруді, дәрі ішкізуді сұрайды. Тоқабай өте сақ. Оның өзінің жаман ойлауынша келіні Разия Сейтек жоқта шай берсе, су берсе, немерелерінің біреуін шақырып алып мынаның дәмін татып көр, қалай екен дейді. Және Разияға сен бір нәрсе қоссаң балан кетеді дегенді меңзейді. Тоқабай аз-маз ішетін тамақты азайтты. Арықтап жүдей бастады. Папа, мүмкін ауруханаға жатқаныңыз дұрыс шығар. Емін аласыз, дәрігерлер қасыңызда болады деп еді Сейтек. Жоқ, бармаймын дедім ғой, бармаймын деп Тоқабай үзілді-кесілді бас тартты. Разия да Сейтек те күндіз жұмыста. Бұл кісінің күтіміне анық бір адам керек. Мүмкін күтуші жалдармыз деді Сейтек Разиямен ақылдасып. Жоқ, басқа адамның керегіне мен бір ай қасында отырайын. Жұмысқа өтініш берейін, атаның күту керектігін айтып, содан соң сен отырасың. Кезектесеміз ғой, мүмкін сосын тәуір болып кетер, деді Разия ішкі өз есебімен. Сейтек әйеліне риза болды. Сен кешірімшіл өте жақсы әйелсің. Мен саған папамның қасында отыршы деп айтуға бата алмап едім. Оның сырын өзің білесің ғой, деді маңдайынан сүйіп Разияның. Разия Тоқабай атасының қасында 5-ші күн. Қарт Разияның атасын күтуге бір ай жұмыстан сұранғанын біліп риза болып қалды. Бұрынғы қырсықтығын азайтқан сияқты. Әр жасалған көмек үшін шай берсе де, дәрі берсе де Разияға рахмет қызым, рахмет дейтін болды. Ал бірақ Разия өзін тас жетім түгі жоқ деп ұлына үйлендіргісі келмегені үшін, ақшасын қолдан шығармайтын, өте ұсақшылдығы үшін, отбасын берекесін кетіретін кекіл жын қырсық мінезі үшін, билік жүргізбесе жүре алмайтын өзімшілдігі мен үстемдігі үшін, жалғыз ұлдан көрген немерелерін балконға қамап ұстап жаза берген үшін бір кек алудың жолын ойластырып, әлі соның оңтайлы жолын іздестіріп таппай жүр. Тоқабайдың бұл жақтан ауруының диагнозы арнайы тексеруден өтпеген соң ешкімге белгісіз. Әйтеуір қан қысымы жоғары. Оны өлшегенде біледі Разия. Жүрегінің соғысы жиі, бірақ бұл жүрек ауру емес. Екі адамның бірінде бар ауру, өкпесі таза. Өйткені жөтелмейді, тынысы дұрыс. Асқазаны таза, өйткені тамақты ас ішсе де құспайды. Жүрегін алаламайды. Бүйрегі таза, өйткені кіші дәретке жиі шықпайды. Бас ауруы жоқ, өйткені ұйқысы түзу. Басы айналмайды, құлағы шуылдамайды, көзі жақсы көреді. Түркеліп жазылып кету әбден мүмкін. Тоқабай өзіне таныс емес дәрігерге өмір жоламайды. Дәрінің дозасын өте ұқыптап, дәл нұсқауда көрсетілгендей ішеді. Енді осы ауру кезінде мына шалға істеу керек. Бүйтіп бір шара жасамай жері берсе алған бір ай мерзімі бітіп те қалады. Разия күн өткен сайын осыны ойлай береді. Бүгін жексенбі. Сейтек балаларға арналған жаңа фильм балаларына көрсету үшін кинотеатрға кетпекші кетерде әкесіне соқты. Папа, қалайсыз? Жақсы ұйықтап шықтыңыз ғой? Мен сіздің түнде қасыңызға келіп көрдім. Қатты қорылдап жатыр екен сіз. Содан кейін иығыңыздан сәл сипап қалпыңызға түсірдім, деді. Я, соңғы кездер түнде
өзімнен өзім тұншығып қалатынымды шығарып жүрмін. Өз дауыс қырылымнан оянып кетемін кейде, деді Тоқабай баласына. Мұны Разия естіп тұрды. Қуанып кетті. Себеп табылды. Тұншығып қалатын болса, қолдан тұншықтыру оңай. Ойы осыған кетті. Бұл кез таңертеңгі сағат 10:30. Сейтек балаларымен сағат 11-дегі киноға барады. 1 сағат кино көреді. 12:30-да үйге келеді. Осы аралықта бәрін жасауға болады. Мен сендер келгенше ыстық манты жасап қоямын, деп балаларының Сейтеннің бетінен сүйіп Разия шығарып салды. Терезеден олар ұзағанша қарап тұрды. Ішкі атасы жатқан бөлмеге кірді. Атасы қырынан жатыр. Қап шалқалап жатқанда ғой, деп Разия кері шықты. Мантыға арналған фаршты даярлады. Енді нан илемек. Ұнға көзі түсті. Орта қап ұн. Ох, табылды, деп. Орта қаптың салмағы көлемінде 25-30 келі болмай ма? Осы қапты апарамын да шалдың кеудесіне қоямын. Тынысы тарылып өледі. Өзі айтты емес пе? Тұншығып қалып жүрмін деп. Менен ешкім сезіктенбейді. Разия орта қап ұнның қиқымы түспес үшін үлкен салфан іздеді. Қас қылғандай үйде болмады. Мұны мүмкін қапты үлкен жайма шүберекке салып орап қоямын ба? Оның салмағы аз болып қалып шал атып тұрса ше? Бұған Сейтектің 2 гантелін салайын тағы. Разия бәрін өз ойлағандай дайындады. Енді тағы бір рет бөлмеге келді. Тоқабай әр қарыннан жатыр. Мейлі, жата берсін. Мен бәрібір оны шалқас қалатамын да дереу ұнды кеуде тұсына қоямын. Асықпаса болмайды. Сағат 11-де тоқап қалыпты. Разия орта қап ұнға 2 гантелді шүберекке орап салды. Оның салмағы ауыр екен. Көтеріп Тоқабай жатқан бөлмеге келді. Қырынан жатқан қартты шалқалатамын дегенде ол көзін ашты. Қызым, сен бе? Деді сұраулы кейіппен. Разия дереу кеудесіне ауыр ұн қапты қоя салды. Қарттың жанары Разияға ауғандай болған. Разия бөлмеден шығып кетті. Есікті жауып қойды. Уақытты санады. Енді Разияның өз жүрегі дүрсілдеп кетті. Қайра есікті ашты. Тоқабайдың тыныс алып жатқаны, тыныс алмай жатқаны белгісізсін. Разия жақындауға сескенді. Кеудедегі оны бар ба? Қапты алу керек. Тағы уақытқа қарады. Бас аяғы 5 минут қана болған. Мүмкін ол бөлмеген шығар. Әлі де шыдап күту керек. Разияның бұл ойлаған операциясы сәтті шықты. Разия қартты күтуге алған 1 ай мерзімнің 6-шы күнінде Тоқабайдың жүрегі тоқтады. Шақырылған жедел жәрдем келіп жатқанда Сейтек де балаларын ертіп үйге кірген. Жаңа ғана тірі әкесі баласы мен немерелерін өлі күйде қарсы алды. Тоқабай Қостайұлы Сейітовтың жүрегі жоғары қан қысымынан инфаркт болған. 75 жастан асқан адамдарда мұндай жайлар жиі болады. Оның үстінен бұл кісі қажетті ем-домды дер кезінде алмаған деп диагноз қойды дәрігерлер. Бұл өлім ешкімге сезік тудырған жоқ. Әкесі өлген соң Сейтек қарап отырып банк қарыздарын тауып алды. Көзі шарасынан шығып қасына Разияны шақырды. Қарттың өзіне де өзгеге де қимай жинаған банкте адам айтса сенгісіз ақшасы бар болып шықты. Бұл жайтты анықтауға банкке барды. Разия екеуі банктегі Т.К. Сейітовтың қаражаты бары рас. Оның бір көлемі үлкен немересі Иламан 18-ге толғанда, бір көлемі Жоламан 18-ге толғанда алуға тиіс екен. Атасы 2 немересіне нотариат арқылы өсиет еткен. Сейтек әкеден қалған бұл қаражатқа қуанып селт еткен жоқ. Үйге келген соң төрдегі әкесінің суретіне қарап, соншама қазымырлықпен қасық
тап ақша жинапсың. Папа, сол үшін жан-жағына сүйкімсіз болдың. Папа, жалғыз ұлына әкелік жақсы қасиетті тірлікте көрсете алмадың. Папа, аталық жақсы мейірімді білмей өсті немерелер. Папа, не нәрсенің орнын ақша толтырады дегенсің. Папа, отбасының құндылығын ақшамен теңедің. Папа, осы ақша үшін өмір бойы майда тірлік жасадым. Папа, мен дәл сендей боламаймын. Папа, деп сөйлесті. Ал Разия енесі Балшекейдің суретіне қарап, сабырлы бол деп едің. Сабырлы болу қолымнан келмей қалды. Мама, ауырып жатқан пендемен неменеге өштестім екен. Мама, 40-ына шыдап 41-іне шыдамадым. Мама, күнәға белшенен баттым. Мама, енді Тәңірден қорқам. Мама, аруағымен мені демей гөр. Мама, деп көзінен мөлдірлеген жасты сүртті.